Topla caz, kriz de açıyoruz. Yazatını dolayısıyla klavye burası. Oldu veya sizlerimizde var mı? Somen şu Nazır'dan sonra. Gece olsun şu dokunuzda bir şey. Ye olsun ben çok resim. Sonымен жалғастырайық. Біз жаңа айттық, бізде басым тарихи қателіктер орын алған дедік. Ол қандай қателіктер болды сонымен? Оның алдында. Технология. Яғни бізде 17-ші ғасырда технологияны дер кезінде игермедік. Соны игермеген себепті мына жақта жоңғарлар шабуылдады. Жоңғарларда не болды? Зеңбірек болды, яшты мылтық болды. Орыстарда да оттық арулар деп айтады, солар болды. А бізде ол болған жоқ. Яғни бізде қанша бабаларымыз қолдарына найзаны алып, қылышты алып, шоқпарды алып, аруақтап шыққанымен, олар алдыда бір мылтықпен не істеді? Қып тастады, атып алатын болды. Зеңбірек
10-15 батырды жайратып қалатын болды. Міне сол технологияда біз артта қалғанымыз себепті өкінішке орай сол тарихи кезеңде біздің басқа мемлекеттен протектораттық сұрауға біз не болдық? Мәжбүр болдық. Әбілқайыр хан 1731 жылы Анна Яновнаға жіберген кезінде елшілікті кіші жүздің билерін естиді, бәрі бас қосады ғой. Сол кезде олар Әбілқайыр ханға негізінен айтқан: сен әскери одақ құр деген. Яғни әскери одақ деген оның қол астына кіру емес, кәдімгі екі жақтың деңгейі қандай болады? Бірдей болады. Содан кейін барып біз жоңғарларға қарсы тұра аламыз деген сондай саясат болды. Бірақ өкінішке орай Әбілқайыр хан ол жаққа барған кезде тағы да бұл жерде сол қателіктер орын алды. Ол кезде де мысалы басқа мемлекеттердің жаңағы несі болды? Өздерінің шығыстанушылары болды ғой. Яғни шығыстанушылары сол кезде біздің мемлекетті толықтай зерттеп алды. Содан соң біздің мүддемізді түсінді олар. Яғни біздің мүддеміз ол кезде одақ құру болып тұрғанымен біздің фактілі жағдайда қаламыз. Сіз қосып берушісіз ба? Факті қандай болды? Факті бізде қару-жарақ өте әлсіз болды. Оны яғни ресейлік шығыстанушылар жақсы түсінді. Сол кезде тарихи рөлді ойнаған Кергелер секілді олар соны түсініп патшайымдарына яғни кеңес берді. Бұл қазақтардың елшілері бізге келіп одақ құрғысы келгенімен олардың жағдайы өкінішке орай қандай? Әлсіз. Өйткені оның алдында 1723 жыл қандай оқиға болды? Ақтабан жұбында оқиға болды. Сол кезде қазақ халқының көбісі не істеп кетті? Қырылып кетті. Яғни одан кейін Бұланты Білеуіт шайқасы болды 26 жылы, және 27 жылы Аңырақай шайқасы болды. Бірақ ол шайқастардың барлығынан қазақтар өте әлсіреген жағдайда шықты. Тиісінше сол жағдайлардың бәрін патша үкіметі түсінді. Содан кейін барып келіссөздің барысында олар арнайы ана жерде одақ емес, яғни протектораттық форматта бекіді. Яғни протектораттық форматта біз сыртқы саясатымызда еститін болдық, біз Ресеймен ақылдасатын болдық, бірақ ішкі ісімізді өзіміз реттейтін болдық. Бірақ одан кейінгі жағдайларда тарих бізге көрсеткендей олай болған жоқ жағдай. Біздің сыртқы саясатымызда да мәселен жоңғарлар артиллериямен ауыр қару-жарақтармен келген кезде бізге көп жағдайда түрлі сылтаулармен не жетпей жатты? Қару-жарақ жеткіліксіз болды. Тиісінше көмектесеміз Ресейге жоқ. Иә, ол жағдай бізде қандай жағдай туындатты? Әскери әлсіздік туындатты. Тиісінше біз сол жағдай ушыға түскен сайын біз патша үкіметіне қарай жалтақтайтын жағдай болды. Бірақ бастапқыда мынаны ескеру керек, бізден тек қана кіші жүз ғана оларға сол келісім бекіді. Ол басқа жүздерге тараған жоқ. Енді осы жерде мынадай нәрсе шығады. Басқа жүздер оған қарамаса, бірақ кейіннен кейін олар бәрібір Ресейдің қол астына тарих көрсеткендей кіріп кетті ғой. Бірақ ол жағдай неліктен орын алды? Жаңа айттық біз. Бізде не болмады? Бірлік болмады. Енді қараңыздар, бізде бірлік болмады. Енді бүгінгі таңда біз барлығымызда мұғалім ретінде өзіміздің мамандығымызға үлкен жауапкершілікпен қарауымыз керек. Дұрыс қой. Сол себепті өзіміз өтіп жатқан кітаптарымызға да өте мұқият мән беруіміз керек. Дұрыс қой. Өйткені біздің қоғам, біздің мемлекет, Қазақстан Республикасы тек қана осылай әр адам өзінің идеясымен бөліскен кезде түзеледі. Кездестір ме? Сол себепті біз әрдайым өзіміздің оқыту материалдарымызға үлкен мән беруіміз керек. Енді бүгінгі таңда біздің мектептегі тарих оқулықтарында оны академиктер жазып жатыр. Бірақ ол кісілер де адам баласы болғандықтан олардан да қателіктер не істемей тұрмайды, кетпей тұрмайды. Сол себепті біз оқулықтарымызда кейбір қателіктер болса, оны ұсыныс ретінде жеткізуіміз керек. Және егер ол ұсыныс әлі тез арада қабылданбайтын жағдай болатын болса, біз соны өзіміздің білімімізбен не істеп отыруымыз керек?
толықтырып отыруымыз керек. Енді мен қараңыздар, қазіргі таңдағы тарих оқулықтарында қарап отырып, мынадай бірнеше аспектілердің жетіспейтіндігін байқадым. Енді ол ең әуелі жаңағы отаршылдыққа кірмей тұрып, бізде бірлік болмады ғой. Бірлік болмаған себепті біз бірте-бірте отарлық жағдайға түсіп қалдық. Ал енді сұрақ сіздерге, неге бірлік болмады? Біріншіден руға бөлінді мысалы. Иә, трайбализм. Руға бөлінді. Көреалмаушылық, тағы да Екінші, сыртқы күштердің араласу, Ресей араласа бастады. Мысалы, біздің ісімізге. Одан бұрын ол барлығы жаңағы біз соларға бағына бастаған кезде болып тұр ғой. Бірақ одан бұрында біздікілер естімек, мәселен, Есім хан мен Тұрсын ханның екіге бөліп алуы қазақ хандығын. Ол кезде әлі бізге Ресейдің ықпалы бола қойған жоқ. Ол кезде біздікілер неге бірге алды? Билікке таласады. Қараңыздар, енді қараңыздар, бұны бізде мәселен қазір билікке ұмтылу деп қана түсіну керек. Дұрыс қой. Мысалы, Түркияның тарихи кітаптарын айта алмаймын мен нақты, бірақ тарихи фильмдеріне өте қатты анализ жасаймын да. Сол кезде олар осы тарихты түсіндіру барысында, ол да енді тарихи былайша айтқанда мәлімет кинолар ғой. Сол фильмдерде олар көбінесе мынау жалпы адамдардың наным сеніміне үлкен мән береді. Яғни наным сенім адамдардың діні ғой былайша айтқанда. Енді олар әсіресе неге мән береді? Мысалы, адамдар сол кезде де бізде адамдар өмір сүрді, хандар болды, сұлтандар болды. Олар әрқайсысы билікке ұмтылды. Енді бұны біз ғылыми тұрғыдан түсіндіре алмаймыз өкінішке орай. Біз айтамыз, иә, олар әрқайсысы жеке-жеке неге ұмтылды, билікке ұмтылды. Ал енді сұрақ қойып қаламыз, неге олар ұмтылды? Неге олар халық үшін, халық болды ғой мына жақта, қарапайым халық үшін олар неге өздерін тоқтатып, біз бір орталыққа бағынайық, мына халықтың бірлігін сақтайық деп олар неге істей алмады? Ол былай ғой, табиғаттың заңдылығы ғой мысалы. Табиғаттың заңдылығы. Мысалы жаңағы далада мысалы қасқыр жүрсе, мысалы қайрасының болса, сол жаңағындай өзінің жемтігін алады ғой. Сол сияқты ғой мысалы. Мынау хандарда мысалы кім билікке келеді, сол мықты ғой, өйткені ертең сен төменде болса, сені қырып тастайды ертең. Сол Шыңғыс хан тұқымдар немесе Османның мысалы түпкі басқа тұқымдар. Міне қараңыз. Енді олар соған ұмтылды. Бәрінің яғни бойында несі болды? Амбициясы болды ғой. Мен билесем, мен де тұқым. Енді ол жерде Шыңғыс ханның тұқымдары қазақта билеу керек, төрелер дейді. Дұрыс па? Төрені руға жатқызбай бөлек алып тұрасыз. Неге? Өйткені хан тұқымы. Және қожаларды бөліп аламыз. Неге? Олар мұсылманшылықты енгізген адамдар ретінде. Дұрыс па? Енді төрелердің тұқымдарында бір ғана шұлық болған жоқ қой. Дұрыс па? Олар сұлтандар болды. Олар бәрі мен де Шыңғыс хан тұқымы, мен де Шыңғыс хан тұқымы. Енді қайсысың боласың? Міне осы кезде, мәселен, бұны мына Осман империясында түсіндірген кезде олар былайдан қарастырады. Яғни әрбір сұлтандар ол жақта да мысалы бек дейді ғой. Бектер өздерінің мына нәпсілерімен күрестеріне мен халқым үшін менің билігімді мына ағама берем. Яғни ағам билесін деп соған жолын береді. Бұл яғни қандай адамгершілік қарым-қатынас қой. Дұрыс па? Ол да билегісі келіп тұр. Бірақ ол билесе не болады? Екі билік болады бұл жерде. Содан кейін оның зардабын кім көреді? Халық көреді ғой. Енді сол үшін олар өздерінің жаңағы билікке деген ұмтылыстарын баса білу керек. Міне осыны бізде өкінішке орай ғылыми тұрғыдан түсіндіре алмаймыз. Бұны тек қана біз адамгершілік тұрғысынан, яғни мұсылманшылық тұрғысынан түсіндіреміз. Яғни оқушылардың бойында да біз бүгінгі таңда нені сіңіруіміз керек? Яғни тек қана билікке, байлыққа ұмтылмау керек, халықтың жағдайын ойлау керек. Яғни сен қалап тұрсың, я байығың келеді, түсінеміз, жағдай жасаған келеді, лангрузер мінгің келеді, сен жаңағы кім болғың келеді мысалы. Бірақ егер сенің халқың жағдайы нашар болып жатса, ол кезде ол оны қоя тұрып халыққа қызметті бірінші орынға қою керек. Яғни қандай болу керек оқушылар?
патриот болу керек. жаңағы екі қошқардың басы бір Иә, бір қазанға сыймайды. Міне сондай ғой. Енді бұны бізде өкінішке орай Қазақстанда оқулықтарымызда ол жоқ. Оны біз енді өзіміз істеуіміз керек, түсіндіруіміз керек. Одан кейін міне бізде тағы бұл енді осы контекст, яғни адамдардың діни наным сенімі бізде оқулықтарда болмаған себепті біз ана нәрселерді оқушыларға ұстаздардың билікке бөлек ұмтылуы, оны не істей алмаймыз қазір, жеткізе алмаймыз. Яғни бұл жоқ. Бізде қазір оқулықты ашып оқитын болсақ, ол кезде жазылар, мынандай саяси жағдайлар болды, мынау былай шабуыл жасады, мына жылы мынау басып кірді, аналар бір-бірін біріге алмады, міне осы. Ал оны оқушылар алған кезде олардың тереңінен түсінбейді, тиісінше ол неге алып келеді бізде? Бағана айтқанымыздай екі мәселенің екіншісі қайсысы? Сауатсыздыққа алып келеді. Олар соңғы түсінбей кетеді. Мәселен оқушы кезінде мен де түсінбедім да оны. Неге бұлар біріге алмайды? Халық қырылып жатыр. Ақтабан жұрында алкоголь суама. Міне сол себепті оппозиция ғой. Оларды да оппозиция, мысалы жаңағы Тұрсын мысалы өзінің оппозициясымен былай бөлек болса, басқа сұлтандармен мысалы есім былай болды мысалы өзінің оппозициясы. ол дұрыс сол, бірақ ол жерде қараңыз. Мысалы Түркияны мысалға келтіріп жатырмын ғой. Түркияда да болады оппозиция. Барлығы болады. Бірақ сыртқы саясатқа келгенде сыртқы жау деген болады ғой. Сол кезде олар бәрі Түркия бірігеді екен да. Бәрі бірігеді екен. Иә, олардың да ішінде бар, анау ананы қолдамайды, анау ананы қолдамайды, бір-бірінің саясаттарын қолдамау мүмкін. Мысалы Селжүктен бөлек болды, Османдықтар бөлек кетті. Бірақ сыртқы саясатқа келгенде олар біріккен. Қазіргі жағдайда солай. Енді біз соны жаңағы форматта түсіндіруіміз керек. Енді қараңыздар. Енді екінші мына нәрсе бізде тағы. Бұл жаңа сіздердің өкінішке орай барлығымыздың басында отырған мәселе едік қой. Бізде жалпы қазір Қазақстанда ушығып тұрған мәселелердің бірі. Бұны да біз енді тарихи тұрғыдан талдамасақ, бұны шеше алмаймыз. Бұл яғни қаржылық, экономикалық сауатсыздық. Енді қаржылық экономикалық сауатсыздықтың бізде өкінішке орай тарихы түсіндіріліп жатқан жоқ. Және өзіміз де оны қатты бір зерттеп жатқан жоқпыз. Және оны балаларға да түсіндіріп жатқан жоқпыз. Енді мысалы сіздерге сұрақ. 1731 жылға дейін жаңа бірнеше өткен шайқастар болып өтті ғой. Қандай шайқастар болды? 1728 жылы оның алдында 23-27 жылдары енді қараңыздар, бізде қазір мысалы өзіміз беріп тұрған оқулықтарымызда сол әскерлердің атқандарды ғой олар. Дұрыс па? Жаяу шапқан жоқ ешкім. Атпен шапты, қолдарында найза болды, найзаны әртүрлі металдардан өңдеді. Енді оның бәрі неге келіп тіреледі? Технологиядан бұрын ақшаға келіп тіреледі. Енді олар оны қалай жасады? Оны кім қаржыландырды? Қай бай қанша жылқы бөлді? Мысалы, Орбұлақ шайқасында қандай байлар қаржыландырды әскерді? Орбұлақ шайқасында не істеді? Жаңғырған хан 600 қолмен 20 мың бақылаушы әскерін жеңді. Яғни астан 20 мыңмен жауға дұшпанға келді, бірақ ол бәрі күшпен емес. Дұрыс па? Бірақ сол кезде біздікілер біріншіден технологияны қолданды. Алғаш рет жаңғырған ханның тактика мықты болды. Бірақ бізде әлі күнге дейін жаңағы қаржылық мәселе айтылмайды. Міне көрдіңіздер, бұл біздің мысалы президентіміздің қазір айтып жатқан сөзі өте дұрыс. Осы біз қазір Ұлытау өңірінде болсақ, Ұлытау өңірінде биыл ғана қателеспесем, не болды? Не болды? Наурызда. Жоғарғы несі ме? Сол жерде қандай не болды? Құрылтай болды. Құрылтай болды. Құрылтайда президент не деді? Бізге деді 12 томдық тарихты қайта істеу керек, жазу керек. Өйткені ол неден туындап тұр? Мына осы нәрселерді бәрін президент түсініп тұр. Яғни бізде тарихты әлі терең зерттеу керек. Яғни жаңағы байлардың барлығын біз айтуымыз керек. Кім қаржыландырды? Қалай қаржыландырды? Енді оларда ақша болған болса, олар бұл ақшаны мәселен қалай тапты? Дұрыс па? Енді халық мысалы осыған тікелей байланысты кез келген тарихта соғыста кімнің ресурсы болады, сол жеге. Міне, көрдіңіздер ме? Бұл аспектілер бізде жоқ өкінішке орай. Қанша бай қаржы бөлді, жылқы бөлді,
қанша ол жаңағы қару-жараққа ақша бөлді, бұл жоқ. Міне осы нәрсені біз оқушыларға түсіндіруіміз керек. Ал оны түсіндірмес бұрын әуелі оны өзіміз істеуіміз керек, түсініп алуымыз керек, және одан зерттеуіміз керек. Сол себепті әрбір мектептің мұғалімі қандай болу керек? Бағана айтқандай ең басында Абай ағамыз дейді, ғылым таппай мақтамай, яғни ғалым болуымыз керек қой. Ғалым деген тек қана жаңағы очки тағып шашағарған кісілер емес, әрбір мектептің мұғалімі не болу керек? Ғалым болу керек. Содан соң біз осыны ұсынуымыз керек. Яғни осылай біз ұсынған кезде бірлік болмайды, тірлік болмайды деп танып аламыз. Бірге отырып біз оқулықтарды қате кемшілік жерлеріне ұсыныс жасап отыруымыз керек. Одан кейін енді міне қараңыздар. Үшінші бұл тағы да сол ғылыми контекстке келіп тірелеміз. Енді мәселен жоңғарлар біз сияқты қандай халық болды олар? Көшпенді халық болды. Бірақ оларда неге артиллерия болды? Неге сенді? Қытай, Россия келіп тұрды. 6 айдан мысалы күннен Россияның заводтары тұрды енді басқа. Оларда не істеді оны? Үйренді ғой. Бізге көрдіңіздер ме? Міне тағы да өзімізге келіп тіреледі ғой. Біз өзімізді кінәлауымыз керек та. Біз әлде де мысалы қазіргі таңда да тура сондай жағдай. Көмек болды, иә. Бірақ негізгі фундаментальный ол болған жоқ та. Өздері жазбаша болды, бірақ жоқ, оны кім Жәңгірханның өзі жоқ, патшаның несі болды ғой, Ресейден көмек болды ғой. Қазір Бөкей Ордасы ба? Ол Бөкей Ордасынан бұрынғыны айтып жатыр. Біз жалпы біреуден деген нәрсенің негізі қолданбағанымыз. Ол салық бар ғой, салықтың бәленбай салығына шамалы ғана тиын беріп отырған ғой бізге. Орыстар мысалы. Енді қараңыздар, бұл жерде сыртқы саясаттың да әсерлері болды. Бірақ біз әрдайым тарихтан не істеуіміз керек? Сабақ алуымыз. Түсінесіздер ме? Ол өтті кетті. Оны қазір біз отырып, ол былай болды, біз өзіміз қазір енді сабақ алуымыз керек. Сол себепті біз не істеуіміз керек? Жаңа айтқандай нені дамытуымыз керек? Технологияны дамытуымыз керек. Енді сол технологияны келейді. Технологияны дамытуымыз қаражат керек. Жоқ, сізге шана қаражат жоқ. Міне қазір міне технологияны дамытамыз. Қараңыздар, біздің тарихымыздағы ең үлкен қателік, қайталап айтамыз, ол біздің ғылым, білім және технологиялық тұрғыдан көрші мемлекеттердің артта қалуымыз. Оған ешкім кінәлі емес, оған біз кінәліміз. Әрине айтуға болады, анау кінәлі, мынау кінәлі, одан ештеңе шықпайды. Өзімізді кінәлісі қарамыз, өсеміз. Дәл осы себепті біз бүгінгі күні жаңа технологияларды әрбір өзіміз меңгеруіміз қажет, одан соң шәкірттерімізге үйретуіміз қажет. Енді мен қазір сіздерге ең басты деген 3 технологияны алып келдім. Оның ең біріншісі жасанды интеллект, екіншісі VR технологиялар, үшіншісі дрон технологиялар. Олар бүкіл дүние ішінде қазір өте қатты дамып жатқан технологиялар. Бірақ өкінішке орай деп айтайын, мен жаңа сіздерге о баста айтып өттім. Мен жасанды интеллект жөнінде кітаптың авторымын. Және жасанды интеллектті зерттеп жатқаныма 1 жылдай уақыт болды. Және біздің Қазақстанда президентіміз айтты, ғылыми қауымдастық құрылды, қазір үлкен деректер базасы дейді, ағылшынша big data дейді оны, сол құрылып жатыр, әлде де ол жетілдіру үстінде, бірақ біз өкінішке орай мына нәрсені терең түсінбей отырмыз. Бұл шын мәнісінде өте үлкен, терең технология. Біз бұны бүгінгі таңда қолданып жатырмыз. Оны мен ғана істеп жатырмын, кітап жаздым мен деп айтпаймын. Оны істеп жатыр. Бір семейлік мұғалім ұстаз бар. Нейро мұғалім деп ашқан Инстаграм аккаунты бар, үйретіп жатыр. Бірақ ол кісі бағытты тек қана мұғалімдерге арнап жасап жатыр. Ол негізі ол кісінің бағыты дұрыс, бірақ жасанды интеллект тек қана бізде мұғалімдерге қатысты ғана емес, бұл бүкіл салаға кіреді. Және де бір екі кісі бар, олар мынау SMM деген мамандық бар ғой, әлеуметтік желілер, сол бойынша үйретіп жатыр, яғни маркетинг саласы, бірақ олар орыс тілінде түсіндіріп жатыр. Енді
біз бұл жасанды интеллект жайында өзіміздің ойымызды түбегейлі өзгертуіміз керек. Ол үшін әуелі сіздердің ойларыңызбен жұмыс жасайық. Жасанды интеллект деген не? Деген сұрақ. Белсендірек болайық, емін еркін өзіміздің ойымызды деп. Өйткені осыған бәрі байланысты. Дәл қазіргі сәт бұл тарихи сәт негізі. Жай ғанасымыз бұл тарихи сәт. Өйткені біз қазіргі бастауышты үйренеміз және оқушыларға үйретеміз. Сол арқылы біз әлемдегі мықты мемлекеттермен теңесуіміз керек. Не болмаса ертең тарихтағы бағанағы қателіктер не істеуі мүмкін? Қайталануы мүмкін. Сол себепті енді белсендірек. Емін өзіміздің ойымызды айтамыз. Баға қойылмайды сіздерге. Жасанды интеллект дейтін роботтар, тағы да Космоспен байланысты. қалай? Космоспен байланысты. Космоспен байланысты. молекула жақсы ұшады нелер бәрі. Иә, оларға да қатысы бар. Тағы Жасанды интеллект арқылы тұлғаларды сурет алады. иә, ол да бар дұрыс. Оларды әртүрлі немен Ал енді осы жасанды интеллект зерттеп отырсыз ғой. Зерттеп отырсыз, біраз неттіңіз мысалы. Енді осы жасанды интеллект бізге не етпей ме, кері әсер тигізбей ме? өте жақсы сұрақ. Мысалы, роботтар мысалы шығады дейді анау кинодағы баяғы роботтар өзімізге шығарып, өзімізге қарсы мысалы. Просто мысалы, баяғы фантастика келіп жатыр ғой. Ол бір екінші, жұмыссыз қалады ғой қанша адам. Мысалы, баяғы революция, ғылыми тағы да ойларды айтамыз. Ағайлар, апайлар, айтыңыздар, еркін. Ойларды айтыңыздар. Бізде камера қосылып тұр. Бірақ біз ойымызды еркін жеткізуіміз керек. Камера бізде не ойлап отырғанымыз. ол плюстар, минустар бар ғой. Біз осы тарихтан сабақ алып, жаңа технологияны дамытуымыз керек. Оны сабақтан естуіміз керек, қолдануымыз керек. Бірақ осы жерде ағамыз дұрыс айтып отыр. Оның кері әсері болмайды ма? Өйткені біз тарихшымыз, біз қоғамнан естуіміз керек, оның кері әсерлері болса, оны айтуымыз керек. Өйткені біз тарихтан не алып отырған адамдармыз? Сабақ алып отырған адамдармыз. Енді кеттік тағы да қалай әсері болуы мүмкін оның? Кері әсері болуы мүмкін дейді ағамыз. Бұл тағы революция ғой. Қазіргі қытайда телевизиялар бәрі көбісі жасанды интеллектпен Иә, мен жүргізушілер жұмыссыз қалады ма? Қалады. Міне, енді қараңыздар. Дәл осы ойлар, дәл осы уайымдар әрбірімізде болу керек. Бірақ біз әрине күн сайын оны ойлап жүрген жоқпыз. Неге? Себебі бізде бағана айтқан мәселелер жоғарыдағы тарихи қателіктерден келіп шыққан мәселелер біздің басымызда тұр. Біз ғылым білімді ойламай жатырмыз қазір. Бірақ мына нәрсені біз қалай да ойлануымыз керек. Өйткені бұл біздің проблемамызды шешіп алғанға дейін тарихтан қателікті сабақ аламыз, жаңағы ненің бәрін шешеміз деп жүрген кезде мынау алға кете береді. Енді мен қалай ойландым? Мен былай ойландым. Осыны зерттеп жатқан кезде, мәселен, менде бұрын мынадай көзқарас болатын. Мен бір технологияны зерттеп жатқан болсам, ол нәрсенің кері әсері болатын болса, мен адамдарға пайдамнан гөрі зияным тиіп кетпейді ме деген ой болатын. Мәселен, Оппенгеймер деген ғалым болған. Білесіздер ме? Дұрыс айтасыздар. Ол әлі күнге дейін мысалы өзінің естеліктерінде айтады, дейді, мен адамзатты құртып жіберетін нәрсені жасадым дейді. Сахаров сияқты ғой. Ол кезде бірақ ол Макеттинский жоба деген болды. Ол оны жасауға мәжбүр болды. Дұрыс па? Өйткені екінші дүниежүзілік соғыс болды ғой 44 жылы. Гитлердің бұйрығы. Иә, мына жақта жапондардан жеңіп алды Перл-Харборда. Сол себепті ол жасады. Бірақ оны кейіннен басқалар әртүрлі мақсатта қолданып жатыр. Дұрыс па? Енді сол сияқты бізде мысалы қазір отырып былай ойласақ болады. Жасанды интеллекттің роботтары шығып, ағамыз айтпақшы, қаптап кетіп, өзіміз жұмыс шығып кетіп, солай болмай ма? Ол болса, құрсындар айтпай қойық. Қолданбайық. Десек болады. Бірақ мен де осылай басында ойладым да, бірақ біз солай жасағанмен, біз солай жасасақ, анау Америкада Кремниевый долина деген бар. Силикон алқабы дейтін немесе оны. Ол жерде Сергей Брин, Ларри Пейдж, Сэм Альтман, Марк Цукерберг, Билл Гейтс,
Білесіздер ме олардың кім екенін? Олар әлемдік IT компаниялардың басшылары және олардың акционерлері. Олар мына қазақтарға мынау зиян тигізетін болып қалады екен ғой. Қой, осылардың ойы дұрыс шығар, мына екінші жағы болатын шығар, бұның деп олар дамытпай қоймайды. Өйткені ол жақта демократия, ол жақта қатты не жоқ, олар өздерінің нелерін қатты жасап жатыр, алға қарай кетіп жатыр. Бізге де ешкім оны қойып жатқан жоқ, бірақ біз өзіміз мына жерімізде не тұр? Шектеу тұр. Осылай зиян болып қалмас па екен? Біз әлі, былайша айтқанда қазақта сөз бар ғой, көлеңкесінен қорықты дейді. Біз сондай болып жүрміз да. Біз оған дейін, мен өзімді айтамын дәл қазір. Қоғамды, сіздердің жүргізіп, мен осылай ойладым. Ернар, сен өзің көлеңкеңнен қорқып жүрсің бе? Ана жақта қазір роботтар жасап шығып жатыр, қоғамда еніп жатыр. Жүргізушісіз көліктер жүріп жатыр. Ал біз мына жақта жүргізуші көлігін қалай жүрсін? Ашынағы робототехниканың ВДО деген программасымен құрас шығаратын робототехниканың курстарын жасап жатырмыз да, әлі әліппесінде жүрміз. Сөйтіп жүріп, маған уайымдап жүрміз ғой, хаттарды жұмыс жасап дейміз ба? Не болар екен бұның соңы деп. Содан кейін барып мен былай ойладым. Егер мен оны дамытпасам, Қазақстанда Америка бәрібір дамытады, Қытай бәрібір дамытады. Содан соң біз артта қаламыз. Тағы да тарихи қателік болады. Кейінгі ұрпақ бүйтіп айтып отырмыз. Керегін алу керек қой, керегін. Өтігі сөз. Бірақ қауіпті жағында ескеру керек. Енді жасанды интеллект деген не деген сұрақ қойдыңдар? Әртүрлі нұсқалар айттыңыздар. Мен сіздерге айтайын, жасанды интеллект бұл бүкіл саланы қамтиды. Бүкіл саланы. Бұл кірмейтін сала жоқ. Бұны белгілі бір салаға ғана қолданамыз, мына саланы қолданбаймыз деуге болмайды. Бұл шынында да үлкен негізі төңкеріс, яғни ғылыми төңкеріс. Бұл жөнінде осыдан қателеспесем 4-5 жыл бұрын 100 оқулық деген аударма болған. Біздің бірінші тұңғыш президентіміздің бастамасымен сол нәрсе аударылды. Сол жерде 4-ші индустриялық революция деген кітап болды. Сол кітапта бұны әйгілі ғалым Давос деген форум бар. Сол форумның авторы айтады. Яғни 4-ші революциялық төңкеріс болып жатыр. Ғылым, білім өте қатты дамиды. Сол нәрседе кім өкінішке орай оны дамытпайды, сол кезде олар артта қалады. Сондықтан біз бұның кері әсерінде ойлануымыз. Бізге негізі ойлануымыз қажет жоқ ау. Өйткені біз Алланың деңгейіне жетіп алайық. Содан кейін барып ойланамыз. Жақсы ма? Енді қараңыздар. Жасанды интеллектіні біз қалай қолдана аламыз? Өте маңызды нәрсе. Дәл қазіргі таңда қалай қолдана аламыз? Мен сіздерге қазір оны бірнеше нұсқаларын көрсетейін. Телефондарыңызды алыңыздар барлықтарыңыз. Телефондарыңызды алыңыздар. Интернет ұстамай тұр ма? Телефондарыңызды алыңыздар. Телефондарыңызға ChatGPT білесіздер ғой? Сол бар ғой сіздерде? Жоқ па? Кімде жоқ? ChatGPT-ді тартамыз бәріміз. Иә, қоймақ керек, сол жерді тартамыз. ChatGPT тартамыз. Енді ChatGPT қай компанияның өнімі ол? ChatGPT OpenAI деген компанияның өнімі. Ол жер өкінішке орай ағылшын тілді контентке, орыс тілді контентке толы. Бірақ қазақ тілді контентті шығарады, бірақ өкінішке орай әлі әлсіз сәл жүйесіздеу ақпарат береді. Бірақ біздің отандық мамандарды қазір қолдауымыз керек қой. Сол себепті мен сіздерге қазір оның отандық нұсқасын көрсетемін. Отандық нұсқасы енді анадан керемет хаттан күткені айта алмаймыз. Бірақ біз сонымен қолданатын болсақ, онда бір қазағымызға немізде көмегіміз пайдамыз тиеді. ChatGPT деген бар. Естудіңіз бар ма? Онда интернетке кіреміз. Интернетке кіреміз да ChatGPT деп жазамыз. Мен интернетке кірейін жазсам. Ағылшынша жазылғандар дұрыс. Міне.
Mana былай жазамыз. ChatGPT. Мынау ChatGPT by Aldis деген тұр ғой. Осыған кіреміз. Міне, мынау қазақстандық жасанды интеллекті. Бұны отандық өзіміздің бауырларымыз жазған. Мына қарасаңыздар, кірдіңіздер ме тағам? Интернет соңайды ма? Қандай нөмір еді? 6 ма? Онда қарап отырыңыздар, ә? Мына қараңыздар. Мынау бізде алматылық IT мамандар жасаған отандық өнім. Міне, ChatGPT сурет AI дейді, YouTube мазмұны, яғни YouTube'ның мазмұнында шығарып береді. Міне, осымен жұмыс жасасаңыздар жақсырақ болады. Өйткені отандық өнімді қолданғанымыз өзімізге жақсы. Енді бұны мен неге қолданайық деп жатырмын? Бұның себебін түсіндіре кетейін. Жалпы GPT сөзінің мағынасы қандай екенін білесіздер ме? GPT деген не мағына білдіреді? Оның мағынасы былай. Generate Pre-trained Transformer деген мағына. Ол ағылшын тіліне аударғанда алдын ала оқытылған машина деген сөз. Яғни мына интеллектіні, жасанды интеллектіні қолданған сайын ол қандай болады түседі? Ақылды болады түседі. Егер сіздер ChatGPT-ге емес ChatGPT-ге жазатын болсаңыздар, әр жазған сайын кім ақылды болып жатыр? Америкалық ChatGPT ақылды болып жатыр. Түсініп ма? Ал біз мынаны қолданатын болсақ, онда серверлері Қазақстанда орналасқан өзіміздің отандық жасанды интеллект ақылды болады түседі. Сол себепті барынша осыны қолданған дұрыс. Түсіріп алсаңыздар болады. Ертеңгі күні регистрация жасайды ма? Иә, регистрация жасап, кірумен кәдімгі әлеуметтік желілерге тіркелген сияқты болып тіркелесіздер. Жоқ, неге керек жоқ? App Store'ға жазбаңыздар. Google'ға кіріп жаза беріңіздер. ChatGPT деп жазыңыздар. Сайтына кіріп істей бергендерді жазсын. Иә, сайтына кіріп. Сұрақ дейміз. Мәселен, бізде қазіргі таңда қымыжы деген нәрсе бар, қысқа мерзімді жоспар дейміз. Тарих пәнінен де оны қолданамыз, әр сабақ сайын басқа пәндерде де қолданады. Енді бұл жаңа айтып өткендей кестемен жасап бермей, бірақ жалпы бізге қолданған кезде оны мектеп бағдарламасында ол үлкен несін тигізеді, өзінің көмегін тигізеді. Енді қараңыздар, мысалы біз өзіміз алайық. Дұрыс жазып отыр ма? Дұрыс. Мана ол жақта ашылды. Қысқа мерзімді жоспар дейміз. Осылай жасаймыз. Сайтқа тіркеліңіз дейді ол. Шамай деймін. Бұл жерге олар тіркелу керек болды. Сіздер тіркелдіңіздер ма? Мен онда телефонмен көрсетемін сіздерге. Жалпы жаңағы жерге, менде бәрі сақталғанда, қазір мына жерге оны жазып, сайтқа кіреміз, сайтқа кіргеннен кейін барып, жаңағы нәрсені жазамыз. Кірдіңіздер ол бәріңіз? ChatGPT сайтына кірдіңіздер. Кіргеннен кейін барып, тіркелген кезде Gmail почта бар ма? Сонымен тіркелеміз ғой. Әрқайсысы өздеріңіз интернет соғайды ма? Бұл қалай болды? Мына жерде Просто басқаларымызша бізге алсын. Жоқ, мектептің Wi-Fi жоқ па? Интернетте. Сол білдіңіз бе?
Абай мүмкіндік болса ше, мына жерде интернетке қалай қосуға болады? Бүкіл мұғалімдерге жасанды интеллектімен қалай қысқа мерзімде жоспар жасау керек, соның барлығын үйретуге болады. Онда қазір басқа неге көше тұрайық? Біз бұны әлі 5 күннің ішінде зерттейміз. Өйткені бұл өте маңызды. Жаңа технологиялардың ішінде жаңа айтып өткенімдей, ең маңыздылардың бірі осыған қажет. Жасанды интеллект. Енді екінші VR технологияларды түсінеміз. Бұл технология жайлы естулеріңіз бар ма? Ол очки біреуі, бір бөлігі. Одан кейін тағы жалпы VR деген сөз нені қандай мағынаны білдіреді? Ол қазақша виртуал реалити. Яғни виртуалды немесе жасанды шындық. Енді қараңыздар. Бұл технологиялар мына технологиямен тығыз байланысты. Қазір телефонмен кіре алдыңыздар ма? Онда назар аударайық, құрметті ұстаздар, назар аударамыз. Абайда, бері қарайсыз. Мына VR технологиялар деген жасанды интеллектімен тығыз байланысты. Сіздерге мынадай нәрсені айтайын. Бәріміз Фейсбукты қолданасыздар ма? Қолданасыздар. Инстаграм қолданасыздар. Сол 2021-ге дейін немесе 22-ге дейін қандай болып аталды компания? Facebook деп аталып тұр. Дұрыс па? By Facebook деп кірдіңіздер. Содан кейін 2022 жылы бұл да тарих қой. Қандай өзгерді? Мета болып өзгерді. Енді мета болып неге өзгерді ол? Кім сатып алды? Ешкім сатып алған жоқ ол жерде. Ол соның компаниясы ғой. Ол просто ребрендинг жасады да метадан өзгертті. Оның мәнісі неде? Енді міне. Өйткені мета ғалам деген нәрсе бар. Мета ғалам деген ол қазір бәріміз мына телефонмен мысалы отырмыз ғой. Жасап жатырмыз. Әлеуметтік желіге кіреміз ба? Бәріміз кіреміз. Бүгінгі таңда мектепте оқушылардың үлкен мәселелерінің біріне телефон. Дұрыс айтасыздар. Яғни оқушылар телефонға кіріп кеткен. Дұрыс па? Енді бұл нәрсені батыста одан да қатты дамытып жатыр. Яғни мына VR технологияларды дамыту арқылы бұл жерде біз қазір нарықтық экономикада өмір сүріп жатқанымызды естуіміз керек, түсінуіміз керек. Сол себепті кімде қаражат бар, солар көбірек инвестиция жасайды да тиісінше жаңағы аудиторияны өздеріне қарай не қылады? Қаратып алады. Енді құрметті ұстаздар, алдарыңызда бәріңіздің оқушылар бар ғой. Оқушылар телефон шұқылап отыра ма? Ол мәселе ма? Сабақ тыңдамаса не істейді бізде? Не істейді? Жоғарыдан ол бізге минус қой. Өйткені бізде барлығын қадағалайтын білім бөлімі бар. Ол кісілерге ұрпақтың білімсіз болған қажет емес, ол бірінші бізге қажет. Өйткені бәріміз бір қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Дұрыс па? Сол себепті олардың телефон шұқып отырғаны бізге қажет емес. Ал енді біз сол балалардың назарын қалай өзімізге аударамыз деген мәселе. Олардың назары қазір мүлде басқа жақта жүр. Неге басқа жақта жүр? Себебі біз олардың назарын өзімізге не істей алмай жатырмыз? Қызықтыра алмай жатырмыз. Демек біз осы технологияларды үйрену арқылы енді олардың назарын өзімізге не істеуіміз керек? Заман талабына сай өзгеріп, оларды өзімізге қарай бұруымыз керек. Сол үшін енді бұны тарихпен қалай байланыстырамыз?
Біз тек қана технология информатика сабағын оқытпауымыз керек. Бұл бізге тікелей тарихты түсіндіру керек. Яғни тарихи қателіктерден сабақ алып жатырмыз әрине технологияны меңгеру арқылы. Бірақ бұл біздің өзіміздің пәнімізді дұрыс түсіндіру үшін қолданылу керек. Енді кішігірім қазір тапсырма беріп жұмыс жасаймыз. Бұл жерде тапсырма болғанда сіздерге бір арнайы құрал жабдықтармен жұмыс істемейміз. Біз көбінесе немен жұмыс жасаймыз? Оймен, баспен, менен жұмыс істейміз. Дұрыстап. Енді жасанды интеллект арқылы балаларды тарихқа қалай қызықтыра аламыз? Бірінші сұрақ. Белсендірек өзіміздің ойымызды айтайық. Еркін. Ешқандай сіздерге дұрыс емес деген нәрсе болмайды. Өз ойымызбен бөлісіп отырамыз. Қалай қызықтыра аламыз жасанды интеллект арқылы? Видео. Қалай? Видео. Дұрыс айтасыз. Тұлғаларды сөйлетіп жатқанында Дұрыс айтасыз. Иә, бұрынғы сөйлетіп қойса да оларға өте дұрыс жасадыңыз. Иә, өте дұрыс айтасыз. көзбен бұл жерде отырғандай болады. Әрине. Оған біздің мүмкіндіктер бар ма? Мүмкіндіктер бар. Енді соны біз істеуіміз керек. Иә, үйренуіміз керек және үйретуіміз керек. Дұрыс қой. бір сұрақ қойшы, бұл дінге қарсы емес па? Мысалы, Қайсы? сөйлетіп қойсам, нетіп қойсам, мысалы, енді тұлғаларымыз сөйлетіп сөйлетті деген ба? Енді мен теолог маман емеспін. Оған мен толыққанды былай жауап бере алмаймын шыны керек. Бірақ менің ойымша, өзімнің жеке ойымша, ол қатты бір дінге керағар емес біздің мұсылманшылығымызға. Менің азаматтық позициям да бұл. Ал оны сіз қолдану үшін егер сізде сондай уайым ғой былайша айтқанда бұл, иә? Өзіңіздің негізгі сеніміңізге байланысты сіз жаңағыдай бұл қайшыға қалмай дейтін болсаңыз, имамдардан сұрап алсаңыз болады. Аллахты жаратты мысалы, былай қараға. Алла тағала өзі жаратты, мысалы, бір жерде келіп мысалы, оның бір несі бар шығар мысалы. Оның жеті атасында бір несі бар шығар. Қайдан білесің? Ал енді бізге жасанды интеллектті пайдаланып, мысалы жаңағы оның анализін операция жасап, әртүрлі нелер жасап, мысалы, оны келтіреміз. Ол тағы да. енді былай аға. Оны сіз айтатын ғой. Мен діни маман болмағандықтан және мұғалімдер ретінде біз оны сізге нақты түсіндіріп бере алмаймыз. Оны Қазақстанда дін істері агенттігі бар. Арнайы ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің жанында. Енді олардың қарсы шығып жатқан жоқ мысалы осы жасанды интеллектте бар. Жоқ, мен әзірге оны естіген жоқпын. Жоқ, енді қараңызшы, оны бағында Инстаграмда бағында қарсылық білдірсе, уже Инстаграмға шығып сондай жаңағы. Жоқ, ол негізі қоғамда қазір ТикТокта басқа жерлерде оны қолданып жатыр көп адам. Онда бізде қадағалап қарап отырған кісілер бар. Олар егер айтар еді ондай болатын болса. Мен шыны керек ол жағына қатты кірген жоқпын. Шынын айтайын. Сол жаңағы ойлануымыз керек та тағы мазалануымыз керек. Көбілер жоғарыдан айтады, міне осы жасанды интеллект істеңдер, бітті. Мысалы, пайдаланып бітті. Соны жоғарыдан біз істеуіміз керек. Олардың не тоже бізде бұлар қарастар. Бірақ ар жағынан тағы ойламаймыз. Кері әсерлерін ойлаймыз. Солай емес. Ол жағынан ойланған әрине дұрыс. Бірақ менің өзімнің ұстанымым шымшық сойса да, қасап сойсын. Әр нәрсенің өз маманы бар. Соны сұрау керек. Ол егер сіздің айтпын ғой, сеніміңізге нұқсан келешек болса, Мұғалімдерге керек. Бізге сіздер бүкіл ұстаздарға уәтешек саламыз ғой. Сол күштерді айтып жіберсеңіздер. Енді ол жағына жаңағы діни мамандар жауап береді. Мен ол жағына жауап бере алмаймын. Сіз жан-жақта жүресіз ғой деген ғой. Иә, мен өзім ойыңызда түр болсын деген ғой осы жер. Иә, мен ол жөнінде негізі ойланғам. Бірақ ол енді бәрібір тірі емес қой ол. Ол тірі емес. Жасанды болған себепті қайырлы мақсатта қолданатын болса,
менің өзімнің ойымда ол дұрыс деп ойлаймын. Бірақ мен де оны енді мысалы ескеріп, кейін тереңірек өзім үшін да ол. Өйткені бұл жерде әркім сенім әркімнің өзінде керек. Дұрыс па? Оны біз біреуге таңып, сендердің барлықтарыңа жаңағыдай ол болмайды екен деп пәтуа бере алмаймыз, біз маман емеспіз. Сосын мен сіздерге оны бәріңізге айта алмаймын. Мен өзім үшін оны зерттеп көремін дағы. Енді ары қарай кетті. Мына биотехнологиялар. Одан бір жасанды интеллектіні тақырға қолдануға болады, жаңа айтып өтті ағай. Видео көрсетуге болады. Тағы да қандай самолеттарда мысалы жүргізуші мысалы нетеді, виртуальный нетеді ғой. Иә, машиналарда мәшин жүргізгенде де жас балалар. Достар, иә, өте дұрыс. Енді қараңыздар. Тарихқа тағы да қалай қолдансақ болады. Тарихқа. Иә, фактілерін құрастыруға болады. Кесіпке пайдалануға болады. О, өте дұрыс. Тағы. Ой элементтерінде де. Иә, өте жақсы сұрақ. Тағы жауап Жоқ, бұны негізі бар жасанды интеллект. Негізі жоба жасағанда пайдалы емес. Жобаға аннотация жасағанда пайдалы деп ойлаймын. жақсы, кіріспесін. Иә, өйткені аннотация мысалы орыс тілін аймақтарында аударып берші, ағылшын аймақтарында аударып берші, соған салсаң, екеуміз аласың. Дұрыс. Қалай қолданамыз және қандай оның зиян жасауға мысалы пилар жасағанда пайдалы. Пилар жасағанда пайдалы. Міне пайдаланып көрмесеңіз сіз қазір өте жақсы сұрақ тастадыңыз. Бұл нәрсені біз енді Қазақстан талқылауымыз керек. Өйткені неге шын мәнісінде жасанды интеллекті ол қалай жасалды? Міне осының тарихына қарайық. Тарихшымыз ғой. Тарихшы болғандықтан тарихына қарайтын болсақ, жалпы ең әуелі Европада Ренессанс деген дәуір болды. Білесіздер ғой. Ренессанстың дәуірінің алдында шығыста қандай дәуір болды? Ислами Ренессанс деген дәуір болды. Яғни Әл-Фараби атамыз, Ибн Сина, Әл-Хорезми, Әл-Джазари, шығыстың даралары шықты. Солардан еуропалықтар не істеді? Ғылым білімді игеріп өздеріне қарай көшірді. Дұрыс қой. Енді олар көшіргеннен кейін барып 1400 Йоганн Гутенбергтің ғалымды түсіндіңіздер ма? Иә, неміс ғалымы. Өте баспа білдегі деген нәрсені ол кісі жасап шығарды. Нақты жылы қазір мен есіме болмай тұр. Сол кісі жасаған кезде баспа білдегі. Ол жақта не дамыды, қарқынды түрде? Баспа сөз. Өте. Ақпарат көлемі көбейді ма? Көбейді. Оған дейін қалай жасатын еді? Қолмен жасатын еді. Яғни сол кезден бастап еуропалық ренессанс кестеді. Басталды, ағарту дамыды. Міне қазір енді мынадай сұрақ бар ғой бізде. Неге біздің мына шығыс халықтары көбінесе артта қалып қойды? Неге батыс көбірек дамып кетті? Соның тікелей себебі не болды? Сол баспа білдегі болды. Дұрыс қой. Енді мына жасанды интеллект тур сондай баспа білдегі сияқты тарихи технология болып тұр да қазір. Егер біз осы нәрсені қолданып жаппай сауаттылыққа бет аламыз,
болмаса, иә, қайттан артта қалып қоямыз. Сол себепті жаңағы баспа білдеге жасалғаннан кейін енді ақпараттар ағымы көбейе бастады. Көбейгеннен кейін барып, Европада нелер ашыла бастады? Кітаптар көбейгесін не ашылды? Кітапханалар ашылды. Білім ордалары ашылды. Басталды. Жаңағы Оксфорды бар, Кембридж бар, Ұлыбританияда, одан кейін Америка 73 жыл, 1973 жыл құрылғаннан кейін ол жақта Стэнфорд ашылды, Гарвард ашылды, дұрыс қой. Солардың бәрі ашылған кезде кітапханада кітап толды. Енді одан кейін барып адамдар кітапханаға барып кітап оқыды. Кітап оқығаннан кейін барып олар сауатты бола бастады. Бірақ енді ақпаратты бәрібір не істеу керек бізге? Қорыту керек. Содан кейін барып олар сол ақпараттың барлығын ең маңыздысы бұл жерде не болып тұр? Ақпаратты адамдарға жеткізу, қол жетімді ету болып тұр. Дұрыс қой. Баспа білдегін Гутенберг ойлап тапқан кезде ол нені ойлады ең әуелі? Халықты жаңағындай сауатты яғни ағартушылық қой. Халықтың бәрі сауатты болса, оның бәрін енді қолмен жазып отырып көр мысалы. Ол қаншама уақыттан сол себепті баспа білдегін ойлап тапты ол. Содан кейін барып кітапханалар көбейгеннен кейін барып бүкіл еуропалықтар кітап оқи бастады. Ньютон сияқты мықты ғалымдар шықты. Олардың мықты ойшылдардың кітаптарын қарапайым еуропалықтар не істей алды? Оқи алды, қолжетімді болды. Дұрыс па? Әйтпесе Ньютон бір өзі жазып отыратын болса, оған барып кезекке тұрып қай уақытта алып кетеді оның білімі. Сол себепті ол ақпаратты жайды. Одан кейін барып енді адамдар бір күні барып кітапханаға баруға да не істей бастады олар? Жалыға бастады. Өйткені ол тағы да не? Уақыт, барасың, іздейсің, кітапхана шутады, кітапханашыға айтасың, мынандай кітап тауып бер, оған 2 сағат іздейді. Миллион кітап бар ананың ішінде. Содан кейін барып оны табасың, бұл дұрыс емес екен, басқа нұсқасы керек, ол тағы іздейді. Уақыт па? Уақыт. Сол себептен не пайда болудан кейін? Электронный машина, яғни компьютердің алғашқы нұсқалары пайда бола бастады. Дұрыс қой. Сөйттік те біз жаңағы білімнің бәрін енді неге салдық? Компьютерге салдық. Яғни операциялық жүйесіне салдық. Содан кейін барып алғашқы не пайда болды? Бізде іздеу жүйелер пайда болды. Қандай іздеу жүйелер бар мысалы қазір? Неден іздейсіздер? Google, Яндекс, бұрын Opera Mini деген болатын мысалы. Дұрыс қой. Соның бәріне бүкіл ақпараттарды іздеген адамдар жүктей бастады. Содан кейін барып интернет пайда болғаннан кейін енді интернетте әртүрлі сайттар бар ғой. Ол да не тағы іздеу керек ақпаратты. Оған не кетеді? Уақыт кетеді. Ана сайттан ананы аласың, су газеттен ананы аласың, оқол газеттен ананы аласың, әр жерде бір табасың, PowerPoint-пен презентация істейсің ақыр соңында. Ол тағы уақыт сөйтсе, олар не істеді? Барынша тағы да тиімділікті ойланды да, ең соңынан не келіп шықты? Жасанды интеллект келіп шықты. Енді сіздер ойлаңыздар, біз қай жерде жүрміз? Тарихтың PowerPoint, яғни әлі ана интернеттен іздеу уақытында жүрміз. Ал Аналитикпіз бәрі. Америкалықтар қақта жүр, олар қазір онларды қолданып олар. Мен сіздерге айтайын, олар қазір жия жасап. Кровайонда ма? Енді олардың бізден қай артықшылығы бар? Бізде де бар. Бізде солар сияқты бола аламыз. Тек қана білім алып, оны өмірде істеу керек. Мысалы, баяғыда Кеңес одағы мысалы жақсы білімді адамдар шықты ғой. Ол ана жеткенше ауылдан неге жеткенше, районнан неге жеткенше, баспаға жеткенше 1-2 жыл өтеді. Ал сол информацияны Жапония сатып алады екен. Жаңағындай СССР жаңа сол ғалымдардың сол кезде. Өздеріне пайдаланады. Көрдіңіз ба? Оның бәрі демек тиімсіз ғой. Сол себепті бізге тиімдіге қарай өту керек. Енді өту үшін біз бірден мына нәрсені үйренуіміз керек қой. Енді бұны үйрену үшін мен сіздерге бір жақсы лайфхакпен бөлісейін. Яғни мен өзім мысалы жасанды интеллектті қолданған кезде деректі фильм жасадым.
мультфильм жасадым, кітап жаздым. Жаңа айтып жатқан мен оның авторы емеспін дедім ғой басында. Мен оның авторы емеспін деген не сөз? Өйткені оның авторы робот. Мен жай жанында роботтың көмекшісі болып қалдым деген. Шынында да солай болды. Мен жай ғана оған не бердім. бірақ жол Иә, оның бәрі қараңыздаршы, оның бәрі жай ғана мынау бергі жағы ғой. Мен мысалы сол кітап жаздырған кезде түсіндім да. Жалпы бір сұрақта кітап жазу оңай ма? Оңай. Сізге сұрақ берші, жаңа кітап жазу мен. Кітап жазды, иә. Сіз ғой жазды, көмекшісіз. Енді көңілден шықты ма сол жаздырғаныңыз? Жаздырғаным ба? Жасанды өте жақсы сұрақ. Мен енді оны адамдар оқитынын білдім ғой. Адамдар оқыған кезде, мынау қандай өзі? Кім жазған мына түсініксіз ғой деп айтпас үшін дұрыс сұрақ қойған. Мен өзім оқыдым оны қайтадан. Сөйтіп оқыдым да өзім бірақ түсіндім сол. Өзіме ұнады. Енді бірақ бұл жерде мынадай нәрсе бар да. Жаңағы батыстың адамдарында олар этаптан өтті ғой. Этаптан. Яғни әртүрлі деңгейден өтті. Жаңа айтып өттік. Ең бірінші баспа тілдегі өте маңызды сәт Европалық ренессанс туындатты. Одан кейін кітап, кітаптан кейін кітапхана. Кітапханадан кейін интернет. Интернеттен кейін барып жасанып келеді. Бұл 4 кезеңнен өтті. Ал енді бізде адамдар, осы 4 кезеңнен әлі өткен жоқ қой өкінішке. Түсінесіз ба? Демек, қараңыз. Мысалы, мен біраз кітаптарды оқыдым, ойландым, басын қатырдым, сосын барып жасанды интеллекттен өзінің кітабымды, роботтың кітабын оқыған кезде мен түсіндім. Бірақ әлі де кітапханада кітап іздеп жатқан адамдар болса егер мысалы, көп кітап яғни оқымаса, сол саланы зерттемесе, оған түсініксіз болуы мүмкін да. Көрдіңіз бе? Содан кейін барып, менде мынандай тағы да ой туындады. Жасанды интеллектіні қолданбас бұрын бізде адамдардың көбісінде қоғамда жасанды интеллектінің не екендігін әлі істемейді, білмейді, түсінбейді әлі. Бұл бізде өкінішке орай үлкен мәселе. Яғни біз жасанды интеллектінің әлі не екенін білмей жататын болсақ, біз оны қалай қолданып Жоқ, біз қолданамыз ба? Біз әрине қолданамыз. Жоқ, сіз асықпаңыз, бізде 5 күн бар. Біз 5 күн ішінде үлгереміз. Біз тарихшымыз. Біз тарихтан бастап Значит, сіз қолданып өтеңіз. қолданған сіздерге қазір бәс саған ет нәрсе керек болып тұр ма? Иә. Қолдану жолын көрсеттіңіз. Сол оңай болса да көрейік те мен осы көмегіне қазір міне мен сізге телефон көрсетейінші, мына қараңыздар. Сіздерге шедевр деген бағдарлама бар да. Ол қазір Ресейде өте танымал болған соншалық, бұл қазір әлеуметтік желі бар ғой бізде. Сондай әлеуметтік желі болып жатыр. Қандай? Шедевр. Шедевр? Шедевр. Иә. Шығара аламыз ғой бұдан. Шедеврді жазуымыз керек па? Иә, ол мен қазір алып келмедім, оны интернетте көрсетіп. Каспийге жазсаңыздар болады. Каспий? Міне мынау ғой. Иә, мынау. Көрдіңіздер ғой. Установите, бұл не істейді сонда? Қазір таныстырам. Шедевр проект сервис приложение компании Яндекс. Яндекс компаниясы жасаған жоба, қызмет және өнім да бұл. Бұл нейро желіге жатады. Бұл сіздерге видео, фото және текст барлығын жасап береді. Міне қазір қарасаңыздар,
Басқа не жерге кетті. Туған пәтерін үй жасауға бола ма деп. Жоқ, бұл тегін. Сіздерге бәрі тегін. Жоқ, сіз бірінші ананы айттыңыз, енді шедевр айттыңыз, дүние шет көрейік те қайта. Бірінші қайсысын айттың? Чак-чак дейді ана не? Бәрі менге Чак. бәрі аяғым болады. Жоқ, соны қараңызшы. Сіз бізге үйретесіз ба, осы сабақта қалай қолданып Бір күн чак-чак, бір күн шедеврге ойнап Әйне, біз үйренуіміз керек. Bunun çak-çakı yerlerimiz. Кезіне келінсек шапқалар. Жоқ, сабақ ертең бір жұмадан кейін барып сабаққа қолданып. Я бұл 5 күн үшін міндетті түрде өкілесін. Мұны қараңыздар мысалы. Бізге практика керек пе? Практика міндетті түрде болады. бірақ оған біз ноутбук алып келеміз ба? Бізге интернет керек. Сол негізгіше өте жақсы не айттыңыздар. Ноутбуктарыңызды әкеліңіз бе? Телефоныңызды қосыңызшы соны. 7-6 оператор Ашыңызда да қосыңыздар, керемет. Адам Командировочный бөлімі. айтпақ сіздерге өзім тасымап Ернар мағат деп ұлсы өрек. Ақтап Ернар. Болғар ма? Намен жұмыс істеген күйге Сабағана отарлық сала деген әңгіме айтып қалды ғой. Сол себепті Әлихан аталарымыз ұқсап жазайық. Әлихан Бөкейханұлы ағартушы деп. сондай бір алаштанушы кісі айтып қалып тартыңдаршы. Ернар ұстаз, шық көңіл olur mu? Сіз чисто тарихшысыз, иә? Кіммен ба? Мен өзімізді ағартушымен таныстым. Бірақ тарихшымен. Тарихшы деген сіздер бағана сабақтың басындағы ең бір күшті жерінен нақтылап қалыпсыздар ғой. Аяқ қолсыздар ғой, көрсіздер. Сол үшін бізге неміс психологиясы керек осы жерде. Уақытында келеді. Уақытта келеді. Енді сізге арнайы түсіндіріп өте салайын да. Ол былай, қандай сұрақ қойдыңыз айтпақшы? Сіз сұрағыңыз қалды ғой неміс. Иә. Мен тарихшылық пен ағартушылықтың не байланысы бар деген кезде, оны қазір мынамен түсіндірейінші сіздерге. Рұқсат болса иә, алдында отырған ұстаздарға мүмкіндік бересіздер ма? Мүмкіндік берсеңіздер міне. Біз мынадан бастадық қой. Біз мынадан бастадық. Қазір Қазақстандағы жағдайдан бастадық. Аттағы кісілер мұқият назар аударыңыздар. Қоғамда түрлі мәселелер бар дедік. Енді біз тарихшы ретінде ежелгі Қазақстан сақтар, ғұндар бассақ болар еді. Бірақ біз тарихқа деген бірінші көзқарасымызды өзгертейік дедік. Яғни тарих деген ол жай пән немесе жұмыс емес. Ол біздің өміріміз. Өйткені, мысалы жаңа азанда сағат 10-да бастаған болсақ, ол қазір не? Тарих. Болды ғой, артқа кетті ол тарих. Сол себепті біз тарихшы ретінде бүкіл қоғамның мәселелерін не істейтін болып жатырмыз? Шешетін болып жатырмыз. Қалай енді? Өйткені оның бәрі бізге байланысты. Енді қараңыздар, мысалы біздің қоғамда мына мәселелер бар дедік біз. Ғылыми сауатсыздық, ғалымдардың жоқтығы. Сол себепті әлеуметтік желілерде түрлі білгіштер көбейіп кетті. Келісесіздер ма? TikTok-ты ашсаңыздар, мен ашсаңыздар, және діни дәстүрлік бөлінушілік бізде бар. Жат ағымдар, тәңіршілдер, атеистер, оның бәрі бар. Жүздік рулық бөлінушілік. Румен мақтанады, мен жаңа қандаймын, мен мына боламын. Содан кейін саяси қайшылықтар бар.
жемқорлық, тағы басқа міне. Экономикалық қаржылық сауатсыздық, несие деген нәрсе бар бізде. Одан кейін ақпараттық цифрлық сауатсыздық. Алаяқтарға алдану, артындағы картаның нөмір айтты, алданып қалсын міне. Медициналық сауатсыздық. Оның барлығының себебі не деген сұрақ қойдық. Қалай ойлайсыз, себебі не? Аптаса кешіп келген ұстаздар. Себебі не мына мәселелердің бәрі? Дұрыс білімсіздік біреуі. Одан кейін міне ең басты себебі мынау екен бізде. Отарлық сана екен бізде. Яғни бізде бұрыннан келе жатқан санамыз жаңағы мәселелердің бәрін бізде туындап отты. Түсінесіздер ма? Сол себепті біз тарихшылар осы екі мәселемен не істейтін болдық? Жұмыс істейтін болдық. Жай ғана тарихты жаттап алу емес, айту емес, біз осы мәселелерді шешуіміз керек. Бұл жерде біз былай айттық. Тарихқа басқа ғылымдар аса қатты қажет емес. Өйткені барлығы тарихтың құрамына кіреді ғой. Тарихта біз химияның қалай дамығанын, физиканың қалай дамығанын, бір мемлекеттің ғылым білімінің қалай дамығанын өтеміз ба? Өтеміз. Бірақ басқа ғылымдарды өзімізде қатты қолдана бермейміз. Бірақ қолданатын кездер болады, бірақ қатты емес. Сол себепті біз тарихшыларға мынадай орын бердік. Мағжан Жұмабаев ағамыз не дейді? Естігенсіздер онаны? Алты алаштың баласы бас қосса, төр мұғалімдікі дейді. Бұны былай өзгерттік біз тарихшылар. Ал енді алты алаштың ұстаздары бас қосса, төр тарихшылардікі. Неге? Өйткені тарихты білгенде ғана біз өткен қателіктерден не аламыз? Сабақ аламыз. Едік, содан кейін тарихи қателіктер қандай деген сұраққа жауап іздедік. Тарихи қателіктер бізде не болды? Алдындағы ұстаздарымыз көмектесіп жіберіңіздер, аттағы ұстаздарымызға. Тарихи қателіктеріміз қандай болды біздің? Соның алдында біз нені дамытпадық? Технологияны дамытпадық. Ол біздің тарихи қателігіміз болды. Технологияны дамытпағанымыз себепті біз сол қателіктердің қазір орнын толтыруымыз керек. Өзіміз бүгінгі таңда сол қателіктерді қайталамауымыз керек. Бірақ біз қайталамай жатырмыз ба деген сұрақ. Жаңағы мәселелердің арасынан өз мәселелеріміз бар ма? Жаңа жүргізіліп өткен мына қателіктердің ішінде, мына мәселелердің ішінде мәселелер бар ма? Сіздерден барды? Бар. Міндетті түрде біреу бар, бар болсын. Нешеуіміз барынша асыра білейік. Біреуі бар ғой енді болмағанда. Демек бәрімізге қатысты ма? Бәрімізге қоғамға қатысты ғой. Сол себепті біз оны бүгінгі күні әлде де қайталап жатырмыз, бірақ енді біз оны қайталамауымыз керек. Сол себепті біз ұрпақты тәрбиелейміз енді. Ал ол үшін ертең осы 5 күнде осы жерде әуелі өзімізді не істейміз? Тәрбиелейміз. Сөйтіп та біз тарихи қателік не болды? Технология дамымау. Содан кейін барып біз мына технологияларды дамытамыз деп. Мына үшеуі бе? Бұл үшеуі ең маңыздыларды мен теріп алдым. Бұдан басқа технология жетеді. Жоқ, жетеді. Осы жетеді ма? Осыны үйренесіз берген. Міне сонымен біз қазір енді келдік. Жастарда интеллектті көрсетіп жатырмыз. Енді міне, нарисуіне мысалы қараңыздар. Кім мысалы келген тарихи тұлғаны айтыңыздаршы? Абылай хан. Не, Абылай хан мысалы. Мен Дінмұхамед Қонаев дейді. Солай сіздің Енді Дінмұхамед Қонаев бұл кейіннен қаншама сөйлеген нелері бар ғой негізінен? Бұл бізде енді қазір войти, чтобы создать лицо. Міне ғой, былай ғой, сіздерге көрсетіп жатыр. Міне бар ма? Шықпайды. Мына қараңыздар. не істеген не Абылай ханның тура Абылай ханды шығармайды, бірақ мынадай бір
Мектеп тарихшылар группа, республикалық группада осылай жіберіп жатыр. жіберіп жатыр ма? Фамилиясы, иә, неше түрлі. Жіберіп жатыр ма? Енді сіз оны қолданасыз ба? Енді қараңыздар. Бұл жасанды интеллекті әзір алғашқы этабында деп айта алмаймыз, жалпы шетелдің. Оларда бұның жетілдірілген түрлері бар. Ал бізде өкінішке орай біздің қолжетімді болып тұрғаны қазіргі таңда осылар болып тұр. Иә. Енді бұл нәрселерді сіздер қолдану үшін бізде арнайы курс бар осыған байланысты. Сол курсты өту керек. Мен егер мүмкіндік болса, сол курсқа сіздерді жазып беремін. Соны өтсеңіздер, мен ол жерде ағылшын тілді нұсқалармен жұмыс жасағанбыз. Бірақ одан кейін қараңыз. Неге Абылай ханды тура ұқсатпады? Енді тура ұқсатқанда Абылай хан ешкім көрген жоқ. Оны тарихшыларда кітаппен жеткізіп тұрмыз. Кітаптағы Абылай ханға ұқсамай тұр ғой деп. Енді ол үшін біз кітаптағы Абылай ханды интернетке көбірек жүктеуіміз керек еді, оны жүктеуіміз керек еді, жариялау керек. Сонда жасанды интеллект жаңа айттым ғой, бүкіл интернетте ақпараттарды жинап әкеліп береді ғой бізге. Вот сол кезде ол ұқсайтын еді. Жоқ, ана жерде жаңа продуктивно нарисуй, Петрофер, сонда ұқсайды, иә? Иә, сонда ұқсайды. Орыс тілінде ақпарат көп. Түсіндіре алдың ғой? Түсіндім. Міне дәл солай. Интернеттен орысша ғой. Мына жерде сіз емес па? Интеллекттен ба? Жасанды интеллект. Сіз емес па дейді. Сіз емес па? Чат па? Жоқ. Мен жалпы әзір мұғалімдерге қатты нағатқан жоқпын да. Біздің бірақ кітап сатылып жатыр, нарықта бар. Жоқ, сізден айтыңыз ол курс деген. Ол курс онлайн, офлайн. Онлайн ол курс. Ол курс жөнінде. Ау? Аты қалай? Курстың аты қалай? Курстың аты жасанды интеллект және интеллекттің ақшадан құпиялар деп аталады. Міне. Сол курсты өтіп алатын болсаңыздар, ертең жасанды интеллекттің толықтай меңгересіздер. Ал мен сіздерге қазіргі таңда жалпы демонстрация жасау үшін осыларды көрсетейін деп отырмын. Енді сіздердің телефондарыңыз қолдарыңызда ғой қазір? Соған қазір сіздерде не болып тұр ғой? Интернет болмай тұр ғой? Сол себепті біз жұмсап отырмыз ғой. Сіз егер ноутбугыңыз бар ма? Бар. Қосылды ма интернет? Ол sürekli қосылыңыз да сол кезде сіз өзіңіздің логин пароліңізді білесіз ба? Поштаңызды кіре аласыз ба? Болды да сіздің ноутбугыңызды аламыз да сіз тікелей мына жерде жұмыс жасайсыз. Тапсырма бересіз, мен сізге үйретіп тұрамын. Сөйтіп басқа ұстаздарға оның демонстрациясын көрсетеміз. Түрлі форматта. Келесіз ғой? Сонымен біз мына жасанды интеллекттің алып келіңіздер, қуана ғой. Негізі алып келгендеріңіз Аида, қараңызшы, не школа не отвечает. мен оларға не жауап беремін? Біз күнде қауышында отырамыз. Жаңағы бір сағат бермейді мәселе. Оны енді Біз бүгін бар ғой, квартира іздейтіндер, квартира іздейтін мына жерде енді шыны керек, біз де сөйтіп келіп тұрмыз. Алматыдан керек. Шыдырасыздар ма? Мен сіздерге ойлап тұрмын, жезқазғанның адамы. Азанда 9-да бастаймыз. Әр күн сайын. Содан кейін кешкі 5-те қылып жатырмыз. Міне уақытпен таныстырып кетейікші. Осыған бірінші келісіп алайықшы. Қазір қанша мұғалім болды өзіміз? 3-4 Оны жоғары. Оны жоқ па? Ертең келесіздер. Енді қараңызшы, сізде ана жерде обед, сіздің расписание бойынша обед нешеде айтыңызшы. Болды, жақсы сұрақ. Бір, екі, да? Бізде қазір айтпақшы уақыт өтіп бара жатыр. Жоқ, енді қараңызшы, қазақ тілі бірге бармайтындар ғой, разный адамдар. Жоқ, біз солармен алып біргеміз ағайынмен. Жоқ, Симай қалам. Жоқ, көп болады. Енді маған да үзіліс керек. Олар шыққаннан кейін Енді қараңыздар, мен сіздерге
нені көрсетейін, айтайын. Міне, бірінші сабақ деп жатырмыз біз 9:00 9:45 деп жатырмыз. Тура мектеп сияқты. Одан кейін 9:50 10:35 екінші сабақ. Үшінші сабақ 10:40 11:25. Бұны мен сіздерге WhatsApp-қа бұл жерде абай көрдіңіз ба? Қайтадан сол неміс тәртібіне келтірілді. Бізде бәрін ашып. Сол себепті кешікпейміз, бірінші кешікпейміз. Одан кейін енді бұны мен қазір сіздерге жіберемін. Оны болды жібердім. Оны қазірше қоятынымызды мына сабақ қорытындылайық. Содан кейін үзіліске шығамыз. Мен қандай үзіліске жасағым келеді деймін. Одан кейін жаңағы үзіліс негізі 5-6 минут болған. Сонда ескеріңіздер, сіздер барып 20 минут шай ішсеңіздер. Ол негізі болмайды. Біз барынша графикпен жұмыс жасауымыз ол елінің мәселелеріміз очередті айтыңыздар. Қазір біз үзіліске шығуымыз керек. Сонымен дәл қазір біз не істедік? Біз тарихи қателіктерден сабақ алатын болып, мәселелердің бәрін анықтап, жаңа технологияларды меңгеруге шешедік. Енді былай жасаймыз. Біз енді тарихты бәрібір өтеміз. Бірақ тарихты біз қалай өтеміз? Біз тарихты енді кішкене басқаша форматта өтеміз. Өйткені қарапайым мен сөйлей беретін болсам, сіздер не істейсіздер? Жалғасқа. Сол себепті біз барынша кері байланыспен жұмыс жасайтын боламыз. Және де жаңағы қателіктер бар ғой біздегі, мәселелер бар ғой. Сол мәселелерді біз кіріктіре отырып өтеміз. Келісесіздер ме оған? Жаңағы мәселенің ішінде мәселен экономикалық жағы бар. Сол жағын көбірек жұмыс жасаймыз. Өйткені ол бәрімізде проблема бар ма? Бар. Сол сияқты ғылыми жағы және жаңағы сенім жағы, соларды қосамыз. Өйткені олардың бәрін комплекс түрде қамтымайтын болса, біздің тарихымыз өкінішке орай не болмайды? Тарих болмай қалады. Сол себепті сонымен жұмыс жасаймыз. Қазір түскі үзіліс бізде Сізге мынандай сұрақ. Жататын үйіміз жоқ, квартира жоқ. Кешке алты, беске дейін бүгін отыру деген жоқ еді. Бір жаққа бірдеңе болуы мүмкін да? Иә, 1:30-ға шейін ғой. Бестен қап-қараңғы ғой. Сіздерді кім жіберді бұл жерге? Аудан ба? Аудан айтыңыз. Біз жалпы облыспен келісімді жасаймыз. Облыстық білім бөлімімен жұмыс жасаймыз да. Сіздердің жеке индивидуалды мәселелеріңіздің бәрін сол облыстық білім бөлімі қарастырады. Біз бұны қараңғы дейді ғой, жібере салады бізді. Не командировочный жоқ, не сіз айтып барасың, ондай сұрақтың барлығын айттым ғой. Аудандық білім бөлімі болды. Біз енді ол жағын қарастырамаймыз. 1:30-ға дейін үзіліс. 1:30-да келеміз. Ең бастысы сабақ ұнап жатыр ма? Бізге солдаңыздар. Сабақ ұнау керек, және өмірлеріңіз өзгерейін деп жатыр ма? Ой, біз салайсақ жүрмей жатыр. Я оставался с собой, Если поступать, там когда-то жіберді, трактор. Жіберді сама. И да, слышно? Это совет сам знает. Ничего не я, пока меньше, кому-то я одна хожу с квартиры. А, все, да, нет, совет.
Не кашетон асалып өтпеші. Су келсекші, су шешілген. Ой, жоқ, нәрсе